Армысыздар қадірменді көрермендер, бізде Алматы техника экономикалық қатынас жолдары колледжі, яғни көпшілік АТЭК ЖК деп атап кеткен, яғни кейбіреулер АТЭК біз кубогы деп атап кеткен бізде. Турнир басталмақ 4-ші маусым әдеттегідей. Және 4-ші маусымда биыл 32 команда қатысты, және топтық кезең бойынша бізде жеңімпаздарды анықтап, одан кейін жартылай финал, одан бұрын ширек финал секілді кезеңдерді артта қалдырып, қазір финалға қос команда өткен болатын. Финалда бізде ОПУ 3-6 және ПС 4-4. Дәл осы мамандық бойынша оқып жатқан студенттер арасындағы кездесу тамашалайтын боламыз. Жалпы қос команда бірі Боруссия Дортмунд, екіншісі Спартак. Дәл осылай аталатын ұжымдар теке тіреспек. Бүгінгі ойынға төрелік жасайтын Тойшыбеков Нұртаза. Осы ойынға Әділ Қазы болмақ. Спартак көк жейдеде өнер көрсететін болады, ал Боруссия Дортмунд, өздеріңіз білесіздер, бүгінгі матчта ақ жейдеде қарсыластарына қарсы тұратын болады. Ал енді негізгі құрамда таныстыра кетсек, назарларыңызда Боруссия Дортмунд бүгін ақ жейдеде өнер көрсететін команда. Қақпада Нұрмұхамед Абубакри 1-ші нөмірде өнер көрсетеді. Одан кейін команда капитаны 13-ші нөмірде Жапарберді Бауыржан, өткен жылы 26 голымен үздік сұрмерген болған. Сондай-ақ 7-ші нөмірде Айдын Әділдаев, сондай-ақ 9-ші нөмірде Тұрған Арслан. Және соңғысы 8-ші нөмірде бізде Алибеков Ғани. Барлығы 2099 жылы дүниеге келген жас ойыншылар. Ал жалпы біз енді келесі команда Спартак ұжымын таныстыра кетсек. Бұл команда көкжейдеде өнер көрсететінін айттық, және команданың бізде капитаны 9-ші нөмірде өнер көрсететін Нағашыбай Нұрсұлтан. Сондай-ақ 5-ші нөмірде Зайытханов Дәуітхан бар, және 10-ші нөмірде өнер көрсететін Ғаниев Нұрлан. 9-ші нөмірде Нағашыбай Нұрсұлтан екендігін айттық, және 3-ші нөмірде бізде Тұрысбеков Сейт. Қақпашы бізде 1-ші нөмірде әдеттегідей Тұрман Жалғас. 2001 жылы барлығы дүниеге келген ойыншылар, тек нөмір 5-ші Зайытханов Дәуітхан 2000 жылы 26 желтоқсанда дүниеге келген екен. Матч басталып кетті бізде. Және салған жерден қарсыластар өз жарты алаңдарынан шабуылға жиі шығуда. Аут, допты ойынға басатын Спартак ұжымы. 13 нөмірдегі Ғаниев Нұрланды көріп отырсыздар. Өзінің әріптестерін іздеуде, қақпаға бірден соққы жұмсалды, бірақ сейф бізде. Алғашқы сейфтердің бірі. Қақпашы дайын тұрды. Нұрмұхамед 2000-ші дүниеге келген студент, 2000-ші дүниеге келген ойыншы деп айтсақ болады. Және бірден Дортмундтық Боруссияның шабуылы. Өткізер емес әуедегі доптарды қорғаушылар кері қайтаруда. Бұрыштама. Доптың жанында сол, әдеттегідей 13-ші нөмірдегі Ғаниев Нұрлан стандарттық жағдайларды орындаушы, бірақ бұл жолы шабуылдары сәтті аяқталған жоқ. Қақпашы абдырап қалған болатын бізде Нұрмұхамед. Бірақ соққы жұмсаған 5-ші нөмірдегі болу тиіс, қателеспесем. Нағашыбай Нұрсұлтан. Жоқ, Зайытхан Дәуітхан соққы жұмсаған, бірақ қақпадан қиыстау шықты. Кезекті шабуыл. 8-ші нөмірдегі Карамбайұлы Нұрберген тарапынан ұйымдастырылған, бірақ қарымта шабуылға тап болды олар. Соққы жұмсаған тағы да 13-ші нөмірде, бірақ Боруссия Дортмунд ойыншысы Жапарберді Бауыржан. Өткен жылы 26 голмен үздік сұрмерген болған ойыншы, естеріңізге сала кетейік. Кезекті шабуыл тағы да сол оң қанат. Әзірге Спартак ұжымының оң қанаты өте белсенді. Шабуылда бұл жақта 13-ші нөмірдегі Ғаниев Нұрланды жиі байқап отырмыз. Белсенділігі өте жоғары, оң қанатпен жиі шабуылдың жалғастыруда, дәл осы қанат арқылы шабуылдап көруде. Бірақ әзірге бірде нәтижелі болған жоқ. Кезекті мәрте дәл осы 13-ші нөмірдегі ойыншы. Бірақ қорғаушылар дайын. Және жылдам допта ойынға қосып соққы жұмсаған бізде 8-ші нөмірдегі Алибеков Ғани. Әзірге қақпашылар өткізер емес. Алаңдағы ойыншыларға қарағанда қақпашылар біршама сейфтермен ойынға жиі араластырды. Пас сәтсіз. Тағы да сол 13 нөмір, бірақ қақпаға батылған соққы қиыстау шықты. Қақпа бағанасынан
кер серпілген болуы тиіс. Жоқ, қақпаға турада соққы жұмсалмаған екен. Қайталау нұсқасынан байқап отырмыз. Сондықтан алаңдайтын ештеңе жоқ. Дортмунд ойыншылары жоқ қарымта шабуылға тап болды бізде. Әдеттегідей сол белсенділігімен Ғаниев Нұрлан алға қарай ұмтылған болатын. Бұл жақта енді сәтті аяқтау мүмкін болған жоқ. Қос бірдей ойыншының арасынан сытылып шығуға тырысты. Соңғы сәтте допты өзіне сақтай алды. Керемет финтімен алдап өтті, бірақ қақпаға соққы жұмсалған тұста қақпашыда мүлдем бөлек позицияда болады. Сәл дәлдігі жетіскен жоқ. Әйтпегенде есепті ашып кетуге таптырмас мүмкіндік болған. Допты аяғының ортасынан керемет өткізіп жіберді және 9 нөмірдегі кім бізде? Тұрған Арслан соққы жұмсауға тырысқан. Қарсыластың аяғы кедергі болды. Мына бір Instagram парақшасына жазылып кетіңіздер, колледждің. Осы жақтан барлық ақпараттарды білетін боласыздар. Алдағы турнир жайында болсын, жалпы осы турнир барысындағы өзге де жаңалықтарды осы бір парақшадан оқи аласыздар. Әзірге бізде есеп ашылған жоқ, бірақ шабуылдар өте жиі ұйымдастырылды. Кезекті осы шабуыл барысындағы мүмкіндікті көрдік және бізде есеп ашылып кетті, құрметті көрермендер. Шабуыл өте толассыз көп орын алды деп айтқан едік. 7-ші матчындағы 3-ші голын соқты, бізде есеп ашып кеткен Тұрған Арслан. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының тумасы, осылайша өз командасын есепте алға шығарып отыр. Дортмундтық команда бірден есеппен есепті алға шықты және бізде қарымта шабуыл және жауап беруге дайын болды. Спартак ойыншылары және ол жауаптары өте тура шықты. Қараңыздар, стандарттық жағдай болған. Қос бірдей ойыншының арасынан сытылып шықты және керемет гол. 83 нөмірдегі Алибеков Ғани болатын. Допқа кедергі келтіруге тырысқан, бірақ аяғының ортасынан қалайша доптың өткенін байқамаса керек. Және қақпашы да күткен жоқ. Тура маңдайшаның астынан бағытталды соққыға. Ал мұндай соққыны қайтару екінің бірінің қолынан келе бермейтінін білесіздер. Бұрыштама допты бірден әуелетті. Қорғаушылар өз орында. Есесіне аут. Керемет финтімен шоуға тырысқан болатын бізде. 7-ші нөмірдегі Әбілдаев Айдын, бірақ ойлаған жүзеге асқан жоқ. Боруссия ойыншылар әзірге бір-бірін дұрыс түсіне алмай жатқан секілді. Бұл мүмкін қарсылас команданың қысымға өте толықтай ден қойғандығынан болар. Мүлдем ойнатпай жатыр. Әсіресе 13 нөмірдегі Ғаниев Нұрланды ерекше атап өтеміз кезекті мәрте. Командасының ойын мәнерін дәл осы ойыншы жүргізуде стандарттық жағдайда болсын өте белсенді. Алдында қос бірдей қорғаушы болсын, қақпашы болсын, олардан еш сескенбей алға қарай беттеп жатыр жиі-жиі. Бауыржанның пасы және өзі керемет ашылып тамаша пас шығарған, бірақ 7-ші нөмірдегі Әбілдаев Айдын допқа үлгерген жоқ. Артық шеппен ойнауды жөн санады, бірден соққа, бірақ өз командасының ойыншысына тиді. Тұрған Арслан алғашқы голды соққан ойыншы. Бір-бірін түсінбей қалды. Тура ортасынан өзі қайтарақ соққы жұмсады бізде. 9-ші нөмірде кезекті мәрте дәл сол есеп ашқан Тұрған Арслан. Қақпашының сейвіне куә болдық біз. Кезекті мәрте соққы және кезекті мәрте қақпашының сейві. Қайталау нұсқасынан көрейік. Бірден соққы жұмсалды. Қақпашы сол аяғымен жата жастана допты қайтарған болатын, бірақ доп шырайын алған доп бізде қақпаға еніп кетуге сәл-ақ қалды. Қарсыластың ойыншысы да бірінші жеткен болатын допқа дегенмен. Бұл қос команданың өткен турнирде жартылай финалда жолдар түйіскендігін айта кетейік. Және дәл сол турнирде Спартак ойыншылар басым түскен болатын қарсыластарынан. Және биылғы турнирде финалда жолдар түйісіп отыр. Және кімнің асығы алшысы түсетіні әзірге бізге беймәлім. Бізде алдыда екінші тайым бар.
Ойынның алғашқы бөлігі әзірге есеп бізде 1-1. Финалда командалар қорғаныста өте сақ ойнайтынын өздеріңіз білесіздер. Қорғаныс арқылы ойнап, қарымта шабуылға иек артады қос команда, сондықтан екінші таймда барлығы шешіліп кетуі де мүмкін. Оған дейін қарымта шабуыл Ғаниев Нұрлан тарапынан ұйымдастырылған, бірақ қорғаныс дер кезінде өз орындарына келіп жетті. Кезекті аут. Екінші таймда басталды, құрметті көрермендер. Және демде басыла салып бірден соққы жұмсаған. Дәл сол біз атаған алғашқы таймда өте белсенді болған Ғаниев Нұрлан. 2001 жылы дүниеге келген 29 наурыз күніне. Бірақ ол соққысы тура бағытталған жоқ. Есесіне біз Спартак ойыншыларының шабуылын байқап көретін боламыз. Жанкүйлерді естіп отырсыздар. Өз командасын қалай қолдап жатқан. Әзірге Спартак жанкүйлері өте белсенді. Осы команда турнирге дайындықтары өте мығым болды. Және бұл командалар өз жейделерін жасату барысында колледж директоры Омарова Гүлмира Амангелді қызы дәл осы ұстаздарына, дәл осы басшыларына әрине өздерінің алғыстарын білдіреді. Командалардың жейдесін, өзге де дайындықтары барысында біраз қол ұшын берген дәл осы кісі. Өте қауіпті сәт. Қақпашының ұсынан табылды бізде. Бұл Дортмундтық команданың шабуылы болған. Екінші таймда дәл осы ақ жейделі команда өте белсенді шабуылда. Алғашқы таймда Спартак ойыншылары шабуылда ширағырақ өнер көрсеткен болатын. Және жеңіске деген құлшыныстары екінші таймда бізде ақ жейделі команданың еншісінде. Ойын тәртібі бұзылды. Төрешінің ысқырығы Тойшыбеков Нұртаза бұл матчқа төрелік жасап жатқандығын айта кетейік. Және өте қауіпті айып соққысы. Доптың жанында 13 нөмірдегі Ғаниев Нұрлан. Оң аяғының соққысы өте жойқын екенін бірнеше мәрте куә болдық. Техникасы аса басым өзгелері қарағанда. Және стандарттық жағдайды орындайды өз қолына алды. Бірден бағытталды соққы, бірақ жақын бұрышқа бағытталған. Жақын бұрышты көздеді, бірақ әлде қайда қиыстау. Ортаңғы шеп арқылы керемет комбинация және қақпаға соққы жұмсауға, қақпашы дер кезінде өз орында. 7-ші нөмірдегі кім бізде соққы жұмсаған? 7-ші нөмірдегі Әбілдаев Айдын. Қорғаныс абдырап қалған тұс және ұтымды пайдалануға болар еді. Әттең деп сан соғады. Және Айдын кезекті мәрте шабуылды жалғауға тырысқан болатын. Доп аяғына тұрақтаған жоқ. Төрешінің ысқырығы жиі шалынуда. Екінші таймда әсіресе. Бұл нені білдіреді? Бұл ойынның қызу өтіп жатқандығы, қос команда жеңіске барынша тырысып жатқандығы, күш салып жатқандығын білдіреді. Бұл әрине өз кезегінде жанкүйлерге, жиналған жанкүйлерге өзінде қызық матч сыйламақ. Айдын кезекті мәрте шабуылдап көрді. Тұрған Арсланның пасы. Шабуыл сол қанат арқылы өрбімек. Арслан ашық, бірақ оған пас жеткен жоқ. Жаппар берді Бауыржанның әрекеті болған. Сол қанат арқылы шабуылдап көруге тырысқан болатын, бірақ соққы жұмсатқан жоқ. Есесіне бұрышшама соққысы командасы корнерге қол жеткізді. Арслан доп сұрауда. Бірақ көрер емес, мүлдем. Командаластары оны байқар емес. Және керемет финтті көрдік бізде. Және керемет жанкештілік. Ғаниев Нұрланға қарсы ойын тәртібі бұзылды. Және тура сол жерден доп ойынға қосылатын болады. Бірақ допты әдеттегідей сол Ғаниев Нұрлан орындамайды. 8-ші нөмірдегі Нұрберген. Бірден соққы жұмсады, бірақ алдыда тұрған қорғаушылардың кері серпілді. Асығуда қазір бізде Спартак ойыншылары оны ұтымды пайдаланып тұшымды аяқтауға да мүмкіндік жеткілікті болған. Нұрлан қорғанысқа да келіп көмектесуде.
Боруссия қыспақ қалуда. Соңғы уақыттары қақпашын жиі мазалады. Жиі ойынға араласуда бізде. Мәжбүр себебі қазір енді қорғаныс өте сылбыр ойнауда. Спартак ойыншылар шаршап болған секілді. Кезекті мәрте соққа, бірақ бұл жол биіктеу. Көрейік мына бір шабуыл қалай аяқталмақ. Орталық тұстан кері қайтты шабуыл. Сол қанат арқылы шабуылдап көру жөн санап Боруссия. Арслан бұл түсініксіз пас кімге? 13 нөмірдегі Жаппарберді Бауыржан тарапына берілген болу тиіс. Қақпаға бағытталды соққы. 9 нөмірдегі кім? 9 нөмірдегі бізде Нағашыбай Нұрсұлтанның оң аяғымен жұмсаған соққысы. Қақпашы да алдын ала сезгендей бұл соққыны. Дер кезінде тосқауылын таныта білді. Есеп еселеніп кетуге шақ қалған. Өте қауіпті сәт. Сәл болмағанда доптан айырылып қалар еді қазір. Алибеков Ғани қақпашысына қалдырды. Абубакри Нұрмұхамед назарларыңызда тура соққы. Және бізде қақпашы алды ашып кеткен. Бос қалған қақпаны тура көздеуге болар еді, бірақ сәттілік жолдас болған жоқ Спартак ойыншыларына. Жаппарберді Бауыржан өткен маусымда 26 голымен үздіксіз болғандығын айттық. Кезекті мәрте Боруссия Дортмунд ойыншыларының соққысы. Соққы жұмсаған Алибеков Ғани. Бірден жауап берілді Спартак ойыншылар тарапынан. Бірақ Бауыржан бұл допқа үлгерген жоқ. Ойын соңына таман жылдам өрбей бастауда қазір бізде. Кезекті соққы, кезекті сейф. Соққы жұмсаған Спартак ойыншысы 8 нөмірлі Карамбайл Нұрберген. Жанкөйлердің беріп жатқан нұсқаны өздеріңіз естіп отырсыздар. Командасына қолдау білдіруде. Мүлдем өткізуде және қауіпті шабуыл бізде. Оған көмектесуі тиіс. 13 нөмірдегі Жаппарберді Бауыржан керемет топ тартып алған, бірақ командастар демде үлгерген жоқ. Бауыржанның тарапынан керемет финттігі куә болдық біз. Өзі де допқа талас барысында озық шығуда бірталай сәттерде. Спартак тарапынан керемет комбинация соққы. Ғаниев Нұрланның соққысы болған. Тағы қақпашы мүлдем өткізер емес. Спартак ойыншылар есепте алға шығып кетуі мүмкін қазір. Ақтық ысқырықтың нөсілді, құрметті көрермендер, бізде негізгі уақыт аяқталды. Тойшыбеков Нұртаза ақтық ысқырығын шалды. Демек бізде не? Демек бізде пенальти. Пенальти сериясы арқылы кім жеңімпаз екендігін анықтайтын боламыз. Есеп ашқан Тұрған Арслан болатын. Одан кейін есепті теңестірген Ғаниев Нұрлан демде жауабын берді. Нәтижесінде таблода көрсеткіш 1-1 есебімен аяқталған болады және пенальти сериясы бізде. Доптың жанында Жаппарберді Бауыржан, команда капитаны. Алғашқы мүмкіндікте мүлт кетпеуге тырысады. Оған қарсы Тұрман Жалғас. Қос ойыншының арасындағы текетірес көретін боламыз, кімнің асығалыштан түспек. Қақпаға соққы және гол. Қақпашы қайтара алған жоқ бұл соққыны. Дортмунд есепте алды. Енді Спартак ұжымының өкілдері ОПУ 3-6 таразбасын теңестіруге тырыспақ. Есеп 1-1.
соққы жұмсаған 9 нөмірлі Нағашбай Нұрсұлтан таразбасын теңестірді. Ал енді бізде есеп ашқан ойыншы Тұрған Арслан топтың жанында. Ойында гол соқты, командасын есепте алға шығарды, және пенальтиден ол қалай орындамақ? Пенальтиден мүлт кетті. Ойында гол соққан ойыншы 11 метрлік айып соққысын нәтижелі аяқталған жоқ. Алғашқы мүлт кету біздегі пенальти сериясындағы, және бұл Спартак ойыншыларын үшін таптырмас мүмкіндік қазір. Есеп ашып кетсе, есепті ұлғайтып кетсе, таңғалмаңыздар. Дәл солай. Есеп 1-2. Алибеков Ғани доптың жанында, доптың нысанаға көздеу үшін нүктеге жақындап туралап алды. Қобалжу үстінде әрине. Командасы екінші мүмкіндігінде мүлт кетті, үшінші мүмкіндігінде де мүлт кетті. Боруссия ойыншылары үшінші мүмкіндігінде мүлт кетті. Ал енді соңғы мүмкіндік. Онсыз да жеңіп тұр команда қазір Спартак ойыншылары. Бірақ бұл соққында да сәтті аяқтаса, онда өздері үшін кереметін 100% орындаған мүмкіндікпен аяқталмақ. 8 нөмірдегі ойынға нүкте қойған Карамбайұлы Нұрберген. Осылайша бізде жеңімпаз анықталды, құрметті көрермендер. Спартак ұжымы жеңісті өз еншілеріне жазды. Алда 5 маусым болмақ. Қазақ қатынас жолдары университетінің 20 жылдығына орай, ол алдағы келесі семестрде, яғни көктем мезгілінде сіздер бұл турнирге куә боласыздар. Және қарашаның соңына таман ректор кубогы да бізді күтіп тұр. Колледж бен университеттегі өзге де студенттер қатысуға болады. Ол үшін тіркелуден өтіп, өз ұсыныстарыңызды білдірсеңіздер болады. Ол үшін жаңағы бір Instagram парақшасына жазылып кетіңіздер. Барлық мәліметті сол жақтан алаластыра. Міне, назарларыңызға ұсынылды. Оған дейін командаларда марапаттау рәсімі. Жеңімпаз команда назарларыңызда. Спартак ұжымы ОПУ 3-6 тобы. Бүгін Көкжидеде өнер көрсеткен команда осылайша 4-ші маусымның жеңімпазы атанды. Құттықтаймыз. Алматы техника экономикалық қатынас жолдары колледжінің 4-ші маусымның жеңімпазы назарларыңызда. Сонымен құрметті көрермендер, біз жеңімпаздарды құттықтаймыз. Бүгінгі матчта сіздермен бірге тамашалаған мен Есбол Қарағұл. Алдағы уақыттары ректор кубогы, сондай-ақ Қазақ қатынас жолдары университетінің 20 жылдығына орай өткізілетін келесі семестрде болатын турнирді күте жүріңіздер. Келесі кездескенше.